Бәріне сәлем. Сіздер мен Әсел, менің парақшама қош келдіңіздер. Барып бүгін продукттап келдік. 19 мамыр бүгін. Қазір не алғанымды көрсетемін. Алған заттар осылар. Мыналар, мынау. Сосын жұмыртқа бар тағы да. Қазір столға қоямын не алғанымды. Сонымен алған заттарға обзор. Мына жерде жұмыртқа 15 штук. Печенье, наггетсы, мынандай печенье алдық, сгущенка, лимонная кислота, царь-гаша. И мына жерде мындай конфеттің ешкілінен алдық, мынандай кис-кисті. 4 сүт Петропавловский, қаймақ, май, айран, нан алдық екеу, квас, май, сумай и мынандай снекке алдық. Мына жерде сүт бізде қазір қанша болып жатыр? Сүт. Мына жерде молоко бізде қай жерде тұр? Масло Беловодское 2379 болған. 465 теңге қазір. Мына сүт 2-де 5-і. Қымбаттап кетіпті. Одан кейін мына жерде алған заттар капуста. Мынандай 537 теңге. Қияр осы тепличный дейді 319 теңге болды. Қызылша қанша болды? 280 теңге. Мынау кинза, бұл мынау перец жасылы, бұл 680 теңге болды. Помидор мынау тепличный. Тағы Ташкенттен кетті, бірақ мынаны алдым, мынау кішкене арзандауы 777 теңге. Банан 4 штугы 1900 теңге. 19. Сәбіз 697 дейді. Осындай. Мына жерде персик шығып жатыр екен. 943 теңге болды. Пияз бізде 352 теңге болды. Осындай бағалар. Енді светофорды алдым. Маманға қосқанға 552 теңге болды. Бар алғаным осы. Қостабарда бәрі бар. Сонымен әлпестен алдым. 100 штук арзан осы бізде. 20 теңге. Перчатки. Солай, осының бәрі бізде шыққан суммасы. Мінекей. 2 бөлдім. Бонус түсу үшін 10.000 теңге. 10.150 теңге және 9.507 теңге. Және де балалардың 2 сағызы бар, ментол. Екеу алып алды. Сонымен ментос деп тұр, ментол деп ол ментос міне 240 теңге. Екеу бөліп, біреу арбызбен, біреу бірдеңемен алды. Бары осы алған продукта.